Ассаламу алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кереметтей галбсыйды жасап көрсететін боламын, сондықтан видеоны соңына дейін көруді кеңес етемін. Ең алдымен қазанға осындай орташалап су құйып, соны қайнататын боласыздар. Одан кейін 40 қабатымызды салып, баяу отта 15-20 минутқа жұмсарғанша шеттері қоямыз. Пиязды ортасынан осылай бөліп, дәу-дәу турай беріңіздер. Кейін бұны блендермен езетін боламыз. Және чеснокты қосып жібердім. Аскөкті осылай майдалап турап аласыздар. Міне. Енді блендермен жаңа пиязымыз бен сарымсағымызды осылай бір қылып езіп аласыздар. Менде мынау томат пастасы деп атасам да болады. Қолдан жасалған. Бұның ішінде помидор, перец, пияз бар. Бәрін жаздың күні қайнатып жапқам. Қаласаңыздар томатты езсеңіздер болады. Фаршқа ең алдымен тұз бұрышымызды саламыз, жұмыртқамызды, майымызды, күрішімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында осылай аскөкті салып, тағы бір араластырып қоясыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызша тұз саласыздар. Капустамызды аламыз, міне дайын болды. Ортасын міндетті түрде алып тастаңыздар. Сонда тез аршылатын болады, иә. Мынандай жұмсарып кеткен бірінші қабатын алып тастаймыз. Келесін шетінен осылай алып отырасыздар, міне. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Мынандай қатты жерін алып тастаңыздар, себебі ораған кезде жыртылып кетуі мүмкін. Сол себепті алып тастап отырыңыздар. Міне бір қылып. Енді галбсыйымызды жинайтын боламыз. Ішіне салмасын саламыз. Екі жағын біріктіріп, осылай жинайсыздар. Мен бұны пеште пісіретін болам. Сондықтан осылай май жағып астына галбсыларды әдемілеп рет-ретімен тізіп шығамыз. Жаңа томат пастасы деп жатырмыз ғой, қолдан жасалған. Егер сіздерде үй жағдайында томатты суға езіп қойсаңыздар болады, татымына қарай тұз саласыздар. Міндетті түрде бетін жабасыздар да 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аласыздар. Керемет болып піседі. Гарнирсізді өзін былай да жесеңіздер болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.